بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمدا نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أما بعد بقول بسم الله دب همزة سورة بسيط ملامس سورة الهمزة مكية همزة سورة مكية مكيلك سورة Bunun mekkelik süre ekendigi bil icma'i. Ғалымдардың баршасы бір ауыздан келіскен. Бұл жерде ешқандай талас жоқ. Хумаза сүресі меккелік деп айтамыз. Ва аятуха 9 аяттан құралған. Ва саласуна калиматан 30 калимадан тұрады. Ва миятун ва саласуна харфан 130 харфтан құралған сүре екен. Байна ядай сурати сүреге кіріспе. Сүреге кірісуден алдын, сүренің тәфсірін оқымастан алдын, сүре жайында азын-аулық мәліметтер береді. Соған байна ядай сура деп айтамыз. Сүреге кірісуден алдыңғы мәліметтер. Суратул хумазати маккиятун. Хумаза сүресі меккелік. Ва қада тахаддасат сура. Бұл сүре сөз қозғады. Ва қада тахаддасат. Бұл сүре сөз қозғады. Кімдер жайында десе, аниллазина сондай бір адамдар жайында. Яибунан наса адамдарды яибун ден айыптайтын. Яиб жалпы айыптау мағынасында. Яибунан наса адамдарды айыптайтындар жайында бұл сүре сөз қозғады. Ва яккулуна а'радахум және а'рад деген жалпы намыстар мағынасында. Адамдардың намыстарына, яккулуна деген жеу мағынасында. Бірақ намыстарды жеу деп айта алмаймыз. Намыстарға тиетін деген сияқты аударамыз. Адамдарды айыптайтын, намыстарына тие тұғын кісілер жайында бұл сүре сөз қозғады. Адамдарды айыптайды дедік, намыстарына тиет дедік. Қалай немен тиет десе, биттаъни, таъ деген жалпы айыптау, сынау мағынасында. Айыптау мен сынау мен тиет. Вал интиқаси, интиқас деген кемсіту, кемсіту менен. Вал издираи, издира менсінбеу менен кемсіту, айыптау, сынау сияқты нәрселер мен адамдардың намыстарына тиеді екен бұлар. Ва бис сухрияти, сухрия деген қазақша әжуа. Әжуалау дейді, әжуалау, мазақ ету мағынасында. Вал истихзаи, истихза бұл да бір мысқылдау, үстінен күлу деген сияқты мағынада. Олардың бәрі шамалас мағыналар. Мысқылдау, әжуа сияқты нәрселер менен адамдарды кемсітеді. Фи'ля суфахаи, фи'ля деп насып оқимыз. Фи'ля суфахаи ахмақтардың істегеніндей дейміз да. Фи'ля суфахаи ахмақтардың істегеніндей бұларды адамдарды мазақтайды, адамдарды бір кемсітеді. Сондай бір кісілер жайында Хумаза сүресі сөз қозғады. Кәмә зәммәт. Зәммәт дегеніміз жалпы зәммәт даттау. Мадаха мақтау болса зәммәт даттау. Кәмә зәммәт бұл сүре даттағаны секілді. Аллазина яштағилуна би жами'ил амвал. Малдарды, мал мүліктерді жинайтын адамдарды, сол жинаумен шұғылданатын кісілерді даттағаны секілді. Адамдарды айыптайтын, намыстарына тиетіндерді де өз ішіне қосып, сөзге қозап кетті деп айтамыз. Кәмә зәммәт даттағаны секілді. Әлләзина кімдерді? Яштағилуна би жам'ил амвали. Мал мүлік жинаумен шұғылданатындарды. Ва тәкдиси сарават. Сарават деген байлықтар. Тәкдис бұл кәддәсәден шығады. Кәддәсә юкәддису тәкдис. Жалпы кәддәсә дегеніміз жама'a шей'ан фауқа шей. Бір нәрсені екінші нәрсенің үстіне жинады. Сонда тәкдис дегеніміз байлықтың үстіне жинады. Байлықты асыра жинады мағынасында. Байлық жинауменен, мал мүлік жинаумен шұғылданатын кісілерді даттады дейміз да. Кәннәхум ол кісілер мухалладуна фи хазихил хаяти. Бұл өмірде мәңгі қалатындар секілді. Мәңгі қалатын сияқты мал мүлік жинаған екен. Язуннуна олар ойлады. Ойлауларда ли фарти жахлихим надандықтары шеттен шыққандығы үшін. Фарти жахлихим, жахил надандық. Фарт бір шеттен шығу мағынасында. Надандықтары шеттен шыққандықтары үшін. Ва касрати ғафлатихим
Ғафылдықтары көп болғандығы үшін де ойлады. Не деп ойлады? Аннал мала, расында мал, сайухаллидухум, оларды мәңгі қалдырады. Фид дүния, дүниеде мәңгі қалдырады деп ойлады. Ва хутимат, бұл сүре бітті. Безикри ақибати хаулаи, олардың соңын зікір етуменен. Безикри, зікір етумен, ақиба нәтижесін, соңын мағынасында. Хаулаи, ондай кісілердің мал жинайтын, адамдарды айыптайтын деген сияқты, сондай кісілердің соңын, нәтижесін зікір етумен бітті. Хаулаи, ол кісілердің бәділ әт-та'саи дейміз. Та'са деген та'исын көпше түрі, та'ис сорлы мағынасында. Хаулаи та'саи, сондай бір сорлы кісілер, әл-ашқия шақидың көпше түрі, бақытсыз болған, сорлы болған, сондай бір кісілердің соңы жайында зікір етуменен бұл сүре бітті. Хайсу ядхулуна наран, олар тозаққа кіреді. Ядхулуна кіреді, наран тозаққа. Ла тахмуду абадан, еш қашан сөнбей тұғын. Ла тахмуду абадан, бұл жерде наранның сифаты болып тұр. Бір тозаққа кіреді. Қандай тозақ десе, еш қашан сөнбей тұғын. Екінші сифаты тухаттиму әл-мужримин. Тухаттиму деген бұтчыт қылатығын. Әл-мужримин деген қылмыскерлер. Күнәһарлар, қылмыскерлер деген мағынада. Күнә жасаушыларды, қылмыс жасаушыларды бұтчыт қылатығын, еш қашан сөнбей тұғын тозаққа кіреді. Мужримин, күнәһарлар деп айттық. Және уәмән юлқа фиха минәл бәшәри, адамдардан ол отқа түскендердің баршасын бір бұтчетін шығаратығын, сондай бір отқа кіреді дейміз да. Уәмән юлқа фиха, ол тозаққа тасалынған минәл бәшәри адамдардан олардың да бұтчетін шығарады. Лианнаха, өйткені ол от, лианнан-нар, өйткені ол от, әл-хутамату, хутама оты. Нару сақарин, сақар оты дейміз да. Нару бұл жерде хутамадан бәдәл болып тұр. Бәдәл немесе атф баян деп айтсақ болады. Сақар, хутама дегеніміз бұл бір тозақтың есімдері. Хутама оты, ол да нару сақар, сақар оты деп айтамыз. Әл-лығату, тілдікке кірмекшіміз. Хумазатун, жалпы хумазатун соңында та келтірді. Бұл та лил мубалағати, мубалаға үшін бұл. Хумазатун, лумазатун, мысал бәр мубалаға үшін. Мысалға алим деген сөз мубалаға кезінде алламату дейміз да. Сонда аллама, алфахама деген сияқты танап келеміз. Бұл талардың баршасы мубалаға ретіне келеді. Хумазатун, ал-хаммазу, хаммаз дегеніміз ол аллази, сондай бір кісі, яхтабун наса, адамдарды ғайбаттайтын. Ва ят'ану фи а'радихим, адамдардың намыстарына тиетін, намыстарын жерге таптайтын сондай бір адам екен, оғанда хаммаз деп айтамыз. Ва бинау фу'ала, фу'ала бинасы, фу'ала уазыны. Қараса хумазатун, лумазатун деген сөздеріміз фу'алатун деген бинада келген, фу'алатун деген уазінде келген. Ва бинау фу'ала бинасы ядуллу меңзиді, ала ли'тияди, i'тиятқа меңзиді. I'тият деген әдет деген сөз. Бір нәрсені сен әдетке айналдырып алсаң, әрдайым істейтін болсаң, онда фу'ала деген уазымен алып келеміз. Ва бинау, бұл жерде мубтада болып тұр, ядуллу хабар болып тұр. Сонда мағынасы фу'ала уазіні, фу'ала бинасы әдетке айналдыру деген нәрсеге меңзейді дейміз. Фала юқалу лу'анатун, мысалға лу'анатун ва духакатун деген сияқты айтылмайды. Илля тек қана лил муксири, көп жасаушы айтылады. Лу'анатун, лағнеттеуші. Бір мәрте, екі мәрте лағнеттеген кісіге лу'ана деп айтамайсың. Әрдайым лағнеттейтін адамға лу'анатун дейсің да. Илля лил муксири десек болады, немесе лил мукассири десек болады. Илля лил муксири әл-му'тад, әдетке айналдырушы, көп жасаушы кісілерге ғана лу'ана, духака деген сияқты айтылады. Өйткені бұлар фу'алатын өзінде, ал фу'алатын өзінде түсу үшін бір істі әдетке айналдыру керек дейміз. Лумазатун, енді аятта лумаза деп келген. Ламмаз дегеніміз аллази яибун наса, адамдарды айыптайды. Айыбын іздейді, айыптайды мағынасында. Ва янару минхум бил хажиб вал айни. Хажиб кірпікпен, вал айни көзбен, қаспен, кірпікпен жалпы адамдарды айыптауға қол жеткізеді. Ва яналу, қол жеткізеді мағынасында. Адамдарды кемсетіп, көзбен кемсетіп, кірпігімен бай қарап деген сияқты
Сондай бір нәрсеге lumazа деп айтады екенбіз. Негізі ғалымдар хумаза және lumazаға қатысты көптеген сөздер айтқан. Мысалға, Мұқатил былай деген да, хумаза дегеніміз аллази яхтабу бил ғиба деген да, адамның артынан ғайбаттаса, онда хумаза. Ал бетіне ғайбаттаса, онда lumazа болады деген. Ал Қатада ва Мужахидтер ат-та'ану фин-нас деген. Хумаза дегеніміз адамдардың өзіне бір жала жабады, адамдардың өзінің намысына тиеді. Ал lumazа дегеніміз ат-та'ану фил-ансаб деген да, олардың ата тегіне, ата бабасына тиіседі мысалы, оған lumazа деп айтамыз деген. Ал Ибн Зайд болса, хумаза деген биядихи ва ядрибуху деп келтіреді. Қолмен зиян тигізеді, ұрады, соғады дегендей. Ал lumazа болса билисанихи ва биайнихи деген да, көзіменен, бір тіліменен айыптайды, бір артын өсек айтады. Осындай нәрселерге lumazа деп айтамыз деген. Олай болса, хумаза мен lumazаның арасында негізі бірнеше сөздер бар екен. Имам Сабуни бұл жерде хумазаға адамдарды айбаттайды десе, ғайбаттайды, ғайбат айтады, арттарынан бір намыстарына тиеді деген айтты. Ал lumazа дегенде адамдарды айып деп келтірген, айбаттайды мағынасына деп айтты. Жалпы екеуінде мағынасы көптеген мағына бар екен, соның бір мағынасы осы екен. Ал-хутамату, хутама деген нару жаханнама, жаханнамның оты. Суммият, жаханнам оты аталынды, бизарика, хутама деп аталынды. Неге десе, лияннаха үйкен от, тукассиру, сындырады. Күллама юлқа фиха, ішіне тасалғандардың баршасын сындырады. Ва тухаттимуху, тухаттимуху деген быт-чыт қылады. Ва тухашимуху дегеніміз, тухашим негізі ұсақ сындыруда, сындырады, бірақ бұл ұсақ-ұсақ қып сындырады мағынасында. Жалпы быт-чыт қылады деген. Мұқсода дегеніміз мутбақатун мағынасында. Мутбақатун, мұғрақатун мағынасында бір жабылынған, құлыпталынған деген сияқты. Мұқсоданың мутбақа мағынасы бұл Құрайш тілдігінде ғана. Құрайш тілдігі осылай қолданған екен. Min аусадал бәб, min аусада сөзден шыққан, иза ағлақаху, егер жапқан кезінде аусада деген сөзді қолданасың. Енді ары қарай тәфсирге кірсеміз, әт-тәфсиру тәфсир. Вайлун ли күлли хумазатин lumazатин деп айтты. Әй мағынасы, әй азабун, яғни вайлун деген сөздің бірнеше мағынасы бар. Соның бірі азабун шадидун, қатты азап болсын. Ва халакун, құрылым болсын. Ва дамарун, дамардың күйреу болсын мағынасында. Кейбір ғалымдар вайлун деген сөзді вадин фил жаханнам деп айтқан. Жаханнамның бір шұңқыры деген сияқты. Бұның көптеген мағынасы бар. Имам Сабуни азабун деген мағына алған екен. Азап болсын. Кімге? Ликулли ман яибун наса, адамдардың айыбын іздеген әрбір адамға. Ва яхтабухум, ғайбаттаған адамға. Ва ятану фи арадихим, және олардың намыстарына тиісіп, намастарын таптаған кісілердің баршасы үшін азап болсын дейді. Ау елмизухум, жалпы елмизу деген сөз, бұл жасырын түрде біреуді сөгу. Елмизухум, оларды сирромына жасырын түрде сөгеді, биайнихи, көзіменен, көзінің қырысымен қарап дегендей. Ау хаджибихи, немесе қасыменен жасырын түрде сөгеді. Ондай кісілерге де азап болсын деген. Қалал муфассирун, тәфсірші ғалымдар айтты, назарати сурату, бұл сүре түсті. Фил Ахнас бин Шариқин, Ахнас бин Шариққа қатысты түсті. Бұл жерде Ахнас бин Шурайқ деп оқымаймыз, Шариқ деп оқимыз. Өйткені басқа хашияларда бифатқи шин дегенде шинді фатқаман оқимыз деп айтқан, Шариқ деп оқимыз. Кейбір көзқарастарда Умайя бин Халаф деп айтқан, кей жерлерде Варид бин Мұғайр деп айтқан екен. Бізде кітапта Ахнас бин Шариқ. Ахнас бин Шариқ деген кісіге қатысты түсті. Лианнаху кан, өйткені ол кісі еді касирал вақиати фин-наси, адамдардың ішінде көп сөз тасушы еді. Ал-вақиа, бұл жерде сөз тасушы, жамандық жасаушы деген сияқты мағына береміз. Адамдардың ішінде көп сөз тасушы, сөз тасып жамандық жасаушы еді. Елмизухум, адамдарды жасырын түрде айыптайтын, сөгетін, ва яибукумын, айыптайтын, мұқбирина ва мудбирин, мұқбирин ва мудбирин дегеніміз адамдар келушілерді де, адамдардың кетушілерін де бір айыптап сөгетін еді.
Вал хукму аммун. Бұл жерде үкім ам болып есептеледі. Ам деген жалпы. Қарасақ, бұл аят негізі, бұл сүре Ахнасби шариққа түскен екен. Енді осы кісіге ғана қатысты. Қалғандар ғайбатын айта берсін деген сөз шықпайды. Бәлки ғайбат айтқандардың баршасына осы үкім жүреді дейміз да. Вал хукму ам, үкім бұл жерде ам. Лианнал ибрата биумуми лафзи ла би хусуси сабаб. Бұл негізгі усул фиқтың қағидаларынан. Өйткені есеппен алынатын нәрсе лафыздың амдығы дейміз. Вайлун деген сияқты, мысалы ам лафыздармен келді. Лафыздың амдығы ла би хусуси сабаби, сәбәптің хастығы емес. Біз Ахнаспен шариққа түсті. Осы кісіге ғана хас деп шектелмейміз. Бәлки бұл лафызды ам ретінде қарай отыра, ғайбат айтқан, өзгелердің намысына тигендердің баршасы үшін осы үкім жүреді, баршасы үшін азап болсын деген сияқты үкімді шығарамыз дейді. Аллази жамаа малан ва аддада. Ай мағынасы аллази жамаа малан касиран, көп мал жинаған. Ва ахсаху, оны санаған кісілерге дейді. Ва хафаза, сақтады. Ада деген сол малдың санын сақтады. Мысалы, 1000 қой болса, 1000 қой өліп қалмасын, 1000 қой бір кеміп қалмасын деп, мысалы, ешкімге сойып бермейді, өзі де жемейді, өзгеге де жегізбейді деген сияқты, солай сақтады. Алла янқусаның кеміп қалмас үшін малын сақтады. Фаманa'ал мал, малын тыйды. Нил хайрат, жақсы істерден, садақасын да бермеді, зекетін де бермеді, малын жақсы істерден тыйды. Осындай бір кісілер демекші. Қалат Табари, имам Табари айтты, ай ахса ададаху, яғни малының санын есептеді. Валам юнфиқху фи сабилиллахи, малын Алла жолына жұмсамады. Валам юадди хаққаллахи фихина фил мал, малында болған Алланың хаққысын өтемеді. Валам юадди өтемеді, хаққаллахи, Алланың хаққысын өтемеді, фихи малындағы. Валакиннаху жамааху, алайда ол малын жинай берді, жинады, фауаху ва хафизаху. Ауаху дегеніміз хафизаху фи қалбихи мағынасында, малды жинап оның жүрегінде сақтады, ва хафизаху және сақтады. Жүрегінде сақтады, сыртта да сақтады, оныншы. Осындай бір кісілерге болсын демекші. Яхсабу анна малаху ахлада. Ай язунну хадал жахил, бұл жахил ойлап жатыр. Ли фарти ғафлатихи, ғафылдығы, шеттен шыққандығы үшін де. Өйткені ақыл есі бүтін адам бұлай ойламайды демекші да. Ғафылдыққа терең кіргендігі үшін, ғафылдығы шеттен шыққандығы үшін осындай ойға бардығы дейді. Ойлап жатыр, анна малаху, оның малы, саятрукуху, оны қалдырады. Саятрукуху, оны қалдырады. Мұхалладан фид дүния, дүниеде мәңгі қалдырады. Ла ямуту, өлмейтіндей. Өлмейтіндей бұл дүниеде мәңгі қалдырады деп ойлап жатыр. Калла лайун базанна фил хутама. Ай мағынасы лияртади'тин, бас тартсын, тыйылсын мағынасында. Ан хаза занни, бұндай ойдан тыйылсын, бұндай ойдан бас тартсын. Фаваллахи, Алламын ат етейін. Ла ютраханна финнари, ол тозаққа лақтырылады. Әлләти, қандай тозақ енді? Қандай тозақ десе, тухаттиму куллама юлқа фиха, ішіне лақтырылғандардың баршасын бұтшыт ететін тозаққа. Ва тәлтахимуху, тәлтахиму деген жұтатын мағынасында, ішіне түскендердің баршасын бұтшыт қылатын, жұтып қоятуғын бір тозаққа лақтырылады. Ва ма адрака мал хутама. Бұл жерде қарасақ, хутамаға лақтырылады деді. Сосын хутаманың не екендігін саған не білдірді деген сияқты айтты. Бұлай деп айтуы тәфхим, бұл тәфхим үшін келді. Тәфхим дегеніміз ол нәрсенің асыра үлкен екендігін көрсету үшін. Ва тәхвилун, тәхвил демір қорқыту үшін. Ва тәхвилун ли шә'ниха, хәд әмірді нәрға жібереміз. Ол тозақтың, ол оттың бір ісін үлкен рет көрсету, ол оттың бір қорқымышты екендігін ортаға шығару үшін وما أدراك ما الحطمة деп айтты. Ай мағынасы وما الذي أعلمك, саған не нәрсе білдірді? ما حقيقة هذه النار العظيمة, бұл үлкен оттың хақиқаты жайында саған не нәрсе білдірді? إنها الحطمة, ол от хутама оты. التي تحطم العظام, сүйектерді сындыратуын.
Ва таккулул лухума, еттерді жейтұғын сондай бір үлкен от ол. Хатта тахджума алал қулуби, жүректерге жеткенге дейін сүйектерді сындырады, еттерді жейді дейді. Сумма фассараха, сосын ол аятты ашықтады. Енді хутама деген не нәрсе еді? Хутама деген нәрсені ашықтады. Би қаулихи, мына сөзбенен наруллахи ал-муқада деп айтты. Әй мағынасы, хия хутама деген нәрсе наруллахи, Алланың оты ол, Алланың тозағы. Ал-муса'арату, лапылдаған, жанған, би әмрихи, Алланың әмірімен жанған. Би әмрихи та'ала ва ирадатихи, Алланың қалауымен, Алланың әмірімен лапылдап тұрған, жанып тұрған Алланың оты. Лейсәт, ол от емес, кәсәири нирани, басқа оттар секілді емес дейді. Неге басқа оттар секілді емес десе, фәиннәһә, расында бұл от ла тахмуду абадан, еш қашан өшпейді. Ва фил хадис, хадисте былай деп келген екен, оттың сифаты жайында, уқида алан нари алфа санатин, жалпы бұл от 1000 жыл жанылды деген. Енді әлфа деп оқимыз, біз енді әлфу деп келтірген. Негізі дұрысырақ болғаны әлфа. Бұл от 1000 жыл жанылды. Хатта ихмаррат, міне қызыл болғанға дейін 1000 жыл жанды. Сумма уқида алейха алфа санатин, сосын және 1000 жыл қосылды, 1000 жыл жанды. Хатта ибяддат, ақ болғанға дейін. Сумма уқида алейха алфа санатин, және 1000 жыл жанды. Хатта сваддат, қара болғанға дейін. Фәхия, бұл тозақ деген нәтижесінде сәудау муззиматун, қап-қара, қара түнек деп айтқанда, Алла сақтасын. Аллати, ол сондай бір от дедік, таттариу алал афида. Енді афида дегеніміз бұл жамул фуат, фуаттың көше түрі. Фуат дегеніміз уасатул қалб, жүректің ортасындағы ет екен. Жүректің ортасындағы ет ең жұмсақ жер екен адамның. От сол жерге дейін барады деуменен бұл өте қатты күйзеліс болады, өте қатты қиындық болады деген нәрсені білдіріп тұр. Ай мағынасы, аллати ябулуғу, аллати сондай бір от, ябулуғу жетеді. Аламуха, ол оттың аламы, күйзелісі жетеді. Ва важауха, бұл оттың важа деген ауыртуы. Важа жалпы ауру мағынасына, оттың бір ауырту, күйзелту деген нәрсесі жетеді дейді. Илал қулуби, жүректерге жетеді. Жетеді де фаттухриқуха, жүректі күйдіреді, жүректі өртейді. Қал ал-Қуртуби, имам Қуртуби айтты. Ва хассал афидата, бұл аятта қарасақ, тек қана афида деп айтты. Афида сөзін ғана алып келді, хас етті. Не үшін десе, лианнал алама, өткен алам бір күйзеліс, иза сара илал фуади, егер жүрекке жететін болса, мәта сахибуху, оның егесі өледі. Өткен жүрекке барған кезде егесі өледі дегенде, жүрегің жанды жер. Фәиндакум фи хари ман ямут, олар бір өлген адамның халінде секілді. Фәиндакум, ол кісілер фи хари халінде, мән кімнің халінде десе, ямут, өлетін кісінің халінде, бір өлімсіреген кісінің халінде. Бірақ уахум ла ямутун, бірақ олар өлмейді. Бірақ олар өлмеген, бірақ өлімсіреген бір халде дейміз. Кама қара та'ала, Аллах айтқан секілді, ла ямуту фиха ва ла яхья, ол жақта ешкім өлмейді, ешкім тірілмейді деген. Олар өлмейді, бірақ өлген сияқты бір халде қатты қиналады демекші. Факум изан ахьяу, олай болса, олар тірі екен. Бірақ фи ма'нал амуат, өлу сифатын деген, өлгендердің сифатында тірі деген сөз, бір қатты күйзелісте болады, бір өліп барып қайттан тіріледі деген сияқты, өте қатты қиындықта болады. Иннаха алейхим муқсада, ай мағынасы, инна жаханнама, жаханнам мутбақатун, жабылынады. Мұғлақатун алейхим, олардың үстерінен жабылынады, жалпы үстерінен төңкеріледі мағынасында. Ла ядхулу илейхим рухун ва райхан, оларға ешбір нәрсе кіре алмайды. Рухун деген ешбір нәрсе кіре алмайды. Олар райхан деген жел де кірмейді, ауа да кірмейді, ешқандай да бір адам да кіре алмайды. Фи амадин мумаддада. Амад деген жалпы жамул умуд, умудтың көпше түрі. Умуд дегеніміз бұл тірек деген сөз. Үстін дейміз, үстін тірек мағынасында. Фи амадин мумаддада. Әй, уахум, олар маусуқуна, байланған болады. Фи саласида, саласиден шынжырлар, шынжырларда. Ағлал, ағлалден бұғау, кісен мағынасында. Бұғау кісендерде байланған болады.
Тушадду биха мен олармен байланады. Айдихим қолдары, варджулихим аяқтары байланады. Тушадду байланады биха бұл нәрселермен айдихим қолдары, варджулухум аяқтары байланады. Бa'да итбaqi абуаби джаханнама, джаханнамның есіктері жабылғаннан кейін алейхим оларға. Джаханнамның есіктері жабылады, жабылғаннан кейін аяқ қолдары байланады дейді. Осы кезде фақад яису олар үміттерін үзеді. Минал хуружи шығудан шыға алмаймыз деп бұл үміттерін үзеді. Битбақил абуаби алейхим оларға есіктерін жабылу менен шығу деген нәрседен үміттерін үзеді. Ва тамаддудул амад немесе әл-умуд десек болады. Амад, умуд екеуі де бола береді. Біз айтты амадтен тірек деп айттық. Енді тіректер мумаддада деп айтты. Мәд деген созылу білесіздер. Мәд әріптері деген сияқты бар. Тіректердің созылуы дегендегі мақсат не ол десе, тіректердің созылуы бұл изанан хабар бергізу. Немен? Біл хулуди мәңгі қалу менен. Иля ғайри нихая ешбір шексіз мәңгі қалу деген нәрсемен хабар бергізу. Тіректері ұзын деп айту менен бұлар ешқашан шығамайды. Бұлар мәңгі қалады деген сияқты онда. Сондай бір мағынада берген екен. Аллах Тағала баршамызды бұндай нәрседен сақтасын. Алла өзінің рахмында бөлесін. Аллаху алам бис-сауаб ва илайхил марджи'у вал маабah.